Сәлем бердім халқыма. Сәлем бердім жалпыға. Сәлем беру кіреді. Ата дәстүр салтыма. Жақсы оқушылар, отырыңыз. Балалар, бүгінгі суретке назар аударыңызшы. Бұл сурет нені білдіреді? Наурыз мерекесін дұрыс айтасыздар. Балалар, біздің жалпы ортақ тақырыбымыз наурыз мерекесі. Осы математика тақырыбы секунд. Біздің мақсатымыз секунд өлшем бірлігін қолданып, өлшеуді үйренеміз балалар. Ол үшін қазір барлығымыз тақтаға назар аударыңыз. Осы тақтаға осындай сурет берілген. Балалар, біздің тақырыбымыз, жалпы тақырыбымыз наурыз мейрамына байланысты болғандықтан, наурыз мейрамында қандай ұлттық ойындар ойналады? Бес асық, дұрыс айтасыз. Асыққа қол күрес. Орныңыздан тұрыңыз, жақсы. Қол күрес. Өте жақсы. Арқан тарту, жақсы. Тағы қандай ойындар бар? Алты бақанға мініп, алты бақанға жақсы балалар. Біздің наурызға байланысты ұлттық ойындардың бірі асық ату деп айттыңдар. Сондықтан мен бүгін сендерді асық беріп бағалаймын. Әр дұрыс жауапқа мұғалім асық беріп отырады. Сосын сабақтың соңында кім көп асық жинайды, сол жақсы үлкен ұпай алады. Балалар, енді осы жерге қараңдар, екі мезгіл берілген. Күн, күндіз және түн. Қазір біз бірінші күннің уақытын қарап алайық. Яғни осы жерде дискретті сағаттарды көрсетілген уақыттарды айту. Күнді бірінші айтайықшы, кім айтады? 12-15. Бірінші 12-15 кетті дейді. Жақсы, бірінші жауап дұрыс. Жақсы. Екінші кім айтады? Інжу айтады. Екінші 9-дан 10 кетті дейді. Балалар қарайықшы. 14-тен 45 дейді. 14-тен дұрыс, 14-тен 45. Күндізгі уақыт жақсы. Жарайсың. Келесі үшінші сағат, күндізгі сағатқа қарайықшы, Ақниет. 9-дан 10 кетті. Бәрі келді, жақсы. Енді түнгі сағатқа қарайық. Түнгі сағат неше көрсетіп тұр? Кім айтады? Сағатым әлім? 4-тен 3. 4-тен 3 кетті деп дұрыстап қарайықшы. 4-тен 5. Оны қалай айтамыз? 3-тен 5. 5-тен 14-тен 15. Ойланамыз. 3-тен 20. 3-тен 20, оны қалай айтамыз? 4-тен 40. Қалды, я? Немесе 3-тен 20 кетті. Жақсы. Келесі. Келесі. 21-тен 30. Дұрыс, 21, 30 өте жақсы. Соңғы сағат? Қалай 14-тен 20 деп? Аяғы? 11-тен 40. 11-тен 40. Ал түнгі болғандықтан біз оны қалай айтамыз? 23-40 деді, дұрыс. Келесі балалар. Қазір біз келесі тапсырмаға қарайық. Бүгін дәптерлерімізді ашамыз. Топтас, жұптас әдісі бойынша қазір жұппен осы тапсырманы орындаймыз. Бүгінгі күнді жазамыз, әдемілік балалар. Сосын осы тапсырманы орындаймыз. Жұптар.
Bir-birine көмектесесіңдер. Үш минут уақыт беріледі балалар. Жұтта бұлар бір-біріне айтуға. Көркем әдеби жазылар. Яғни бұл жерде балалар көрсетілген өлшем бірліктерін өрнекте. Минутпен, сағатпен, минутпен біз оны өрнектеу керекпіз. Bir saatte неше минут var? 6. Kim birinci mi oldu? Birinci mi oldu? Tamam. Ben seninle mi? Birinci. İki gün kaldı valla. Так, біріншісін кім айтады? Қай жұп? Ага, Ариана. Тексереміз. 198 минут дейді. Кім айтады? Ергежан? 195. Жақсы, 195. Бәріміз жетеміз. 195. Бәрі келді. Жақсы. Екіншісі. Кім айтады екіншісін? Ага, айтады. 19240 минут. Екіншісі неше шықты? 2 saat 40 minut. Үшіншісін дұрыстап оқыңдаршы. Біріншісін несін? Кәусар оқы. Үшіншісін оқы. 1 saat 20 minut. 290 minut. Жақсы. Келесіні. Кім оқиды келесі төртіншісін? Тағы кім? Амырхан. 5 saat 35 minut. 335 minut. Бәрі жазды ма? 335 минут. Бәрі жазды ма? Жазамыз. 335 минут. Жақсы. Келесі. Келесі аяулым. 360 minut. Толық оқыш не берілген? 7 saat 40 minut. 460 minut. Бәрі өте жақсы. Соңғысы? Бар жаздыңдар ма? Аяулымдықын 460 деп. Жазылды ма? Соңғысын кім тағы кім? Соңғысын кім айтады? Иманғали? 4 saat 20 minut. 310 minut. 300? 10 minut. Ол нешеде? Айтшы, неше ол сенде берілген? 4 saat. 190 минутта неше сағат? Өзі айтады, айтсын өзі айтады. 190 minut. 2 saat 10 minut. Так, кім оған Амырхан айтады? 3 saat 10 minut. 3 сағат 10 minut. Дейміз бәріміз. 3 сағат 10 минут.
жақсы өте белсенді болып жатыр аманханым. Балалар, енді біз бүгін секунд туралы айтамыз деп айттым. Иә, секунд бізге сағаттың тілінде үшінші тілі болады. Ол секунд тілі бар. Ол тез айналады. Секунд тілі тез айналады. Яғни бір дегенде бір секунд өтеді. Балалар, бір минутта 60 секунд бар. Яғни сағаттың үшінші тілі, ең ұзын тілі және ең тез айналатын тілі ол секунд. Ал қазір секунд неше көрсетіп тұр? 15-те 3-тен 10 секунд кетті. Жақсы айтасың, дұрыс айтасың. 3-тен 5-10 секунд кетті. Балалар, ал бір минутта біз не істей аламыз? Оқимыз. Минутқа оқи аламыз. Бір минутта неше сөз оқисыңдар? Айдана? 80 сөз оқуға болады. Тағы бір минутта не істей аламыз оқудан басқа? Су іше аламыз. Жақсы айтасыңдар. Жақсы балалар. Келесі біздің тапсырмамыз оқулықты ашамыз. Қазір біз есепке назар аударыңдар. Есепті шығар. 74-ші беттегі нөмір 5. Есептің шартын кім оқып береді? Аяуға. Назым мектепте аптасына 2 күн 40 минуттан үй үйірмесіне және 3 күн 20 минуттан көлінеп үйірмесіне қатысады. Назым аптасына қанша уақытын үйірмелерге жұмсайды? Жауабын сағат және минутпен өрнектеп. Жақсы. Не туралы есеп айтылған? Би үйірмесі туралы. Және қол өнер үйірмесі. Келіп жазады. Орда ал. Жаза қой. Би үйірмесі. Барлығымыз әдемілеп жазамыз балалар. Алып қоймаймыз. 2 күн. Неше минут? 40. Дұрыс, 40 минут. Қол өнер үйірмесі. Үш күн. Елу минут. Барлығы қанша минут жұмсайды екен, я? Барлығы қанша жұмсайды? Не істейміз? Өзі айтсын. Барлығын қойдық қоя, енді шешуі өзі шығасын енді. Қазір Айыр өзі шығарады. Одан кейін тексереміз. Аял айтып отыр. 2 көбейту 40. 80. Дұрыс. Жаза ғой 80. 3 көбейту 150. Дұрыс. 150. 80 қосу 150. 230.
неге айттым осы минутты сағат бөлінейік деп, иә? Яғни 230 минут тең деп жаз. Айнелеп жазамыз. Алып қоймаймыз. Неше сағат? 3 сағат. Егер 3 сағат болса, неше минут болу керек? 3 сағат 50 минут? Жазылды. 3 сағат неше ол? 180, аға, 180 ақ жағы. Жауабы. Жақсы, өте жақсы жазады. Ayarı жазбатқанша біз тексерейік. Дұрыс па, жоқ па? Шартын жазды, жауабын жазды, жақсы аяқталды. Келесі есеп. Балалар үлгерді, пожалуйста. Кім екіншісін әсін орындаймын, әсін. Ага, ақмей оқы қой. Айдос мектепке бару үшін 8 минут метромен және тағы 5 минут жаяу жүреді. Айдос мектепке дейін барлығы қанша уақыт жүреді? Жауабы минут және секундпен бөлінеді. Жақсы, келе ғой. Не деп жазамыз? Метромен жазды, метромен. Бәріміз бірге жазамыз. Әдемілер метромен 8 минут. Тағы неме? Екінші жаяу. Дұрыс айтасың, жаяу. Көмектесеміз, жаяу. Жаяу 5 минут. Барлығы Қанша? Барлығы қанша? Барлығы қанша? Не істейміз барлығын табу үшін? 8 көтереміз. Мына жерде есе артық деген сөз бар ма? Не істейміз? Қосамыз. Дұрыс, барлығын табу үшін қосамыз. Бұл болады минут. Енді бізге не айтылған? Минутты секундпен өрнекте деген, я балалар? 13 минут деп жазасың, 13 минут. Сен неше секунд?
Sonrasını oylanamiz, қазір уақыт береміз. Bir minutda necha sekund Akmir aytadi? 6 sekund. Dürüst. 13'te 60'a ko'paytasiz, ya? Sonda altı ko'paytirish. Necha bo'ladi? Yo'q, necha bo'ladi 6 ko'paytirish? 8 yozamiz, bir o'yda. 6 ko'paytirish 1. 6. Bir o'yda men. Sonda senda chiqdi? Sekund. Javobni yozaman. Ballarimiz yar bo'lamiz. Sekundni s deb aytib, s deganda belgiga bo'ladi degan javob. Barlig'i tak, ayaklarımız balları geliyoruz ayakta. Ayakta yazılacak. Hadi biz bağlar sepeteceğiz sayalım. Onun Basınızda şaplanıp kara jorga bilinip Kosun bardım bilinip kandarasın bilinip Kara jorga olmasa Oturalım, yem aldık. Al yemimizi kelesi tapsırmamız. Ben hozir qatorga to'sinday tapsirma berayim. Nomer 7ni birinchisin және ikkinchisini o'rindaydi. Birinchi qator ol 910 azaytу 310 bölü 6, 930 bölü 30 ko'paytу 4. Ol birinchi qator. Ikkinchisi 360 qo'shib 180 bölü 6. және 360 qo'shib 180 bölü 6 ikkinchi qator. Ikkinchi qatorda tamyiz, inju ya so'ng qator o'rnida ikkovi. So'nggi ikkovi uchinchi qator, Imomali o'tirgan qator so'nggi ikkovini o'rnaydi. Yaxshi, boshladik. Ikki misoldan o'rindaymiz. Bo'lgan bolaga o'nday o'ttiq o'yinning aslig'in beriladi. Amallarni o'rindau barısında bolalar muqiyat qaraymiz. Жақша ko'paytu. Birinchi amal ne o'rindaladi? Bo'libdi. Yaxshi, bo'ldi, boshlaymiz. Qatorga ikki amaldan. Birinchi, ikkinchi amal deb ko'rsatasiz.
Оған бала қалам қояды, мен бірден білемін. 2 амалды да біткен бала. Тып-тыныш отырады. Мен өзім қарап отырмын. Бітіргенін. Бірінші қатарда бір оқушы, екінші қатарда үш оқушы. Екеуі де орындарында иә? Бірінші қатар. Қазір Алияны оқи, тексереміз жауабын. Алияны оқы, амалда оқы бірінші. Айта қойын, қалай істедің, не істедің бірінші? Мен бірінші жасқануы Жақшылар ішіндегі сандарды айта қойын. 910, алаң 310, болады 600. Мен 600 бөлдім 6-ға, шықты 500. Келісеміз бе бірінші қатар? Жақсы. Болды, екіншісін кім? Бірінші қатардан кім? Тағы бар кім? Айдана, Ақмейір, Әлім кім? Амақан. Мен бірінші 930 бөлдім 30-ға, менде шықты 310. Сосын мен 331, сосын мен 31-ді көбейттім. Түрке менде шықты 124. 124 шықты ма? 124 шықты дейді. Жақсы. Өте белсенді қатысып отыр мен Амақан. Жарайсың. Жақсы. Так, екінші қатар. Еркежан. Мен бірінші 180-ді бөлдім 6-ға. Менде шықты 30. 6-ға қостым 30 болды 180. 360 қосу 30. 390. 390. Екінші қатар 390 ба? 80-де 390. Жақсы. Екіншісін кім оқиды? Аяуын. Мен бірінші 360-ды қостым 180-ге, менде шықты 540. Мен 540-ды бөлдім 6-ға, менде шықты 90. 90 ба? Өте жақсы, молодец, Аяуын. Айзере. Үшінші қатар. Кім дайын? Кім тағы дайын? Ақниет. 600 жарымына қостым 190-ға, менде шықты 810. 810-ды бөлдім 9-ға, менде шықты 90. 810-ды? Жақсы. Сендерде неше шықты? 90. Жақсы. Келесі соңғысын кім оқиды? Үшінші қатардан оқи бара. Мен қостым 65-ті қостым 650 бөлу 5. Менде 650 Дұрыс айтам. менде шықты 55, менде шықты 390. 390-ды қостым 65, менде шықты 515. Жоқ. Орындалу жолын дұрыс айтты, бірінші бөлеміз. Бірақ жауабында шатасты. Айдауын. 195 жауап. 195 қалай шықты? Мен 650-ді бөлдім 5-ке, менде 130 шықты. Содан кейін мен 130-ды қостым 65-ке, менде 195 шықты. Аяғымен менде кім Ақниет, иә? Жақсы. Балалар, біз жаңа айттық, өте жақсы, белсенді болды. Балалар, біз айттық, жалпы біздің тақырыбымыз Наурыз мерекесі. Наурыз мерекесінде асық алу ойыны болады, арқан тарту ойыны болады.
бес асық ойыны болады, Күрес. күрес болады, өте жақсы болады. Енді қараңдаршы, осы оқулықта 75-ші бетте қандай ойын түрлері тағы бар? Ұлттық ойын түрлері. Адам. Садақ, қараңдар, айта қояйық. Дұрыс айтады, тағы теңге ілу өте жақсы. Адыраспақ бар, өте жақсы айтады. Мына ат шабысы ұлттық ойын, өзіміздің ұлттық ойындарының 3 түрі бар екен. Яғни мына жылқымен, атпен, яғни ат шабыс болады ол күндері, Енді қарайық, осы ат шабыс ойынына мен қазір оқимын. Қанша адам жиналғанын. Яғни жан-жақтан жиналады ғой, бұл ойын өте қызықты. Барлық адамдар оны көру үшін жан-жақтан жиналады. Наурыз мерекесіне орай ұйымдастырылған жамбы ату сайысына 18 адам. Теңге ілу сайысына одан 2 есе артық адам қатысты. Ал жамбы ату мен теңге ілу сайысына қанша адам қатысса, сонша адам аударыспақ сайысына қатысты. Аударыспақ сайысына неше адам қатысты? Сайысына 18 адам. Ойланамыз, қазір осы ойын түрлері келе қойайдан жазамыз. Бәріміз бірге әдемілеп жазамыз. Бірінші бізде жамбы ату. Жамбы ату. Я. Он 18 адам. Келесі ұлттық ойын қалай аталады? Теңге? Теңге ілу, дұрыс. Теңге ілу. Теңге, дұрыс. Теңге, жақсы, дұрыс. Ілу. Балалар, 2 есе артық не болады? Жоқ, не қоямыз қазір? Өзі тапты сұрақ белгісі, 2 есе артық. Енді ар жақтан барлығын деген жерге қоямыз, 2-ін қосамыз, осылай стрелкамен, дұрыс. Сол жерге жазамыз аударыспақ, сонша. Ойынның аты қалай жазылады? Ойынның аты бас әріптен жазылады. Аударыспақ. Қолмен сүртпейміз. Аударыспақ. Сонша. Сұрақ белгісін қоямыз, Енді шешуі. Шешуі. 18-ді көбейтем не көбейтеміз? Анда жамбы ату дегенде бірті жазылады. Ату деген. Дұрыс. Тағы сосын дұрыс бір тіні. Сіз бір тінісіз. Тағы? Дұрыс. Жамбы болады. Жоқ, оның өшірмейміз былай. Сіз үстінен деп жазды. Сегіз көбейту. Енді 36-ны қосамыз. Дұрыс, 18. Өзі табады.
елу төрт мұқият болу керек иә елу төрт өте жақсы мейрамхана сонда қанша бала осы жарысқа адам қанша адам келген елу төрт адам келді бәрекелді жақсы елу төрт адам аударыспақ сайысына елу төрт адам қатысты жақсы ал айдана ал балалар бүгін біз сендермен қандай тақырыпты өттік тақырыбымыз бүгін сабағымыздың жоқ секунд дұрыс айтады секунд ал жалпы тақырып жалпы тақырып қандай керек секунд өлшем белгіні қолдану өлшеуді ал біз бұл мақсат иә дұрыс айтасың мақсат қане мақсатты толық айтайықшы кім айтады дұрыс айттың мақсаты ол бізде аяны секунд өлшем белгілері байланысты тапсырмаларды орындады тағы секунд өлшем бірліктерін қолданып тапсырмаларды орындады дұрыс тапсырмаларды орындады жақсы барлығы секунд туралы түсінікті ме барлығы яғни секунд ол ең тез сағаттың уақыты ең тез өтетін сағат уақыты дұрыс айтасыңдар бұл бізде секунд балалар қазір біз сендермен осыған байланысты өлшем бірлігіне байланысты осы сабақты қорыту барысында вот бол әдісі бойынша қазір сендер өрнектейсіңдер осыны қазір мен айтамын бірінші қарап аламыз әлім келе ғой яғни айт бірінші нешеге қандай неше бересің бара ғой жақсы әлім бір не асық ала ғой бір асық ала ғой қазір келесі тағы каусар келе ғой бір асық ала ғой бәрекелді жақсы аяулым келе ғой енді бізде жақсы қазір балалар көреміз дұрыс па біз өлшем бірліктерін таптық жоқ па бәрекелді өте дұрыс жақсы балалар ал енді балалар бүгін біз сіздермен секунд яғни уақытты өттік иә қолдарында әр баланың алдарында сағат бар суретте салынған сағат бар қазір сол сағатты балалар егер сабақ түсінікті болса ол сағатымызды сурет сағатымызды жасыл түске бояймыз егер тағы түсінерім бар деп айтсаң да енді тағы түсінгім келеді тағы менде түсінерім бар десе сары түске бояймыз ал енді түсініксіз әлі іздену керек уақытты білмеймін десе қызыл түске бояйсыздар
Көтеріңік. Аз болған балалар көтереміз. Жақсы. Сабақты меңгеріпті, түсінікті. Бәрекелді, өте жақсы. Ал енді қазір түсіре қойыңдар уақыттарында. Ал енді берілген мені асықтарды санаймын. Кімге неше бердім? Арияны неше? 2 асық өте жақсы. Бүгін жақсы сабаққа Арияны бізге қатысты. Амирхан неше асық? 4 белсенді болды. 4 тапсырманы орындады. Өте жақсы. Екеуіне де 9 балл қоямын. Келесі 2 асық. Алтмир да бізде жақсы қатысты. Жақсы. 1 асық. Жақсы. Келесі сабаққа одан да көп қатысуға. Алтония. Жақсы. Әлімде де 1 асық. Келесі. Нұрасыл. 1 асық. Бүгін өзіңді қалай бағалайсың? Неше қоясың өзіңге бүгін? 8 балмен қоямын. Бәрекелді, өте жақсы. Келесі кімде? Аялым. 2 асық. Тағы біреу жаңа істедің, иә? 3 асық. Жақсы. Аялым, бүгін өзіңе қандай баға қоясың? 9 балл. Келісемін. 5. Бүгін жақсы Інжу. 1 балл. Бүгін Інжу да жақсы қатысты сабаққа. Жақсы. 3-ші қатарда кім неше асық жинады? 1 асық жинады. 2 асық жинады. Иманғали. 2 және Кәусар 1. Жақсы. 3-ші қатар бәрі бүгін асық жинапты. Өте жақсы балалар. Осымен біздің 1 асық. Бүгін сабағымыз мақсатымызға жеттік па балалар? Сабақ ұнады ма балалар? Балалар үй жұмысы 9-шы номер 9 үй жұмысы болады. 75-ші бет. Жақсы балалар, осымен сабақ аяқталды.